Балалар, білесіңдер ме? Кітап оқудың пайдасы. Кітап оқыған адам өз сөздік қорын көбейеді, ойлау қабілетін артады. Бір ғана шығарманы оқыған адам өз пікірін еркін жеткізе алатын болады. Балалар, кітап оқудың біздің ағзамызға пайдасын білесіңдер ме? Кітап оқығанда миы жасушалары арасында байланыс күшейеді. Ол өз кезегінде жүйке ауруларының пайда болуын тежейді. Кітап оқыған кезімізде біздің есте сақтау қабілетін жақсарады, сондай-ақ депрессиямен күресудің жақсы әдісі екен. Үнемі оқу. Бұл дегеніміз адамның логикалық ойлауын дамытады, және де оны іштей талдаған кезде біз адамның психологиясын түсіне бастаймыз. Көңіл күйіміз болмаған сәтте бір сәт болсын жабырқаудан арыламыз, және де уақытша болсын уайым қайғыны ұмытамыз, ойша демаламыз. Кітап оқу тыныштық сыйлайды. Балалар, білесіңдер ме? Ең бір 6 минут кітап оқу жүрек соғысын бәсеңдетіп, бұлшық қызуын төмендетеді. Бірақ бұл монитордан оқу емес, газет, немесе кітап, газет, немесе журнал парақтарын ақтарып оқу. Адамды бұл мамыражай қалыпқа әкеледі. Кітап оқу мәдениетті қалыптастырады. Ал мәдениет дегеніміз оқыған кітаптардың санынан емес, олардан жинақ ой түйіндерден көрінеді. Яғни кітап оқыған адам интернет парақшаларда отыратын, немесе теледидар көріп жататын адамдардан әлде қайда үстем болмақ. Яғни кітап оқыған адамдар басқаларға еліктеуді қояды. Кітапты дос тұту. Кітапты ең жақсы досына айналдыра білген адам көптеген жетістіктерге жете алады. Жақсы жазатын қаламгерлердің шығармасы оқылып қана қоймай, бізді жақсы сөйлеуге үйретеді. Кітапты оқығанда барынта ықыласымызбен мұқият, әрі баяу оқу керек. Сонда ғана біз сөйлемдерді түсіне аламыз. Балалар, кітап оқудан алар азығымыз көп болғай.